Қайырлы кеш қазақ елі, бүгін 3 желтоқсан 2025 жыл, сөйлеп тұрған Жұмамұрат Кеңесұлы. Бүгінгі тақырып: қазақ не үшін садақа ас берген? Бүгін 3 желтоқсан бір ағамыз хабарласып, Жұмамұрат, айналайын, осы жерге мейрамханаға келші, сағат 12-ден 30 кеткенде дегесін. Мен бардым. Сөйтсем, қазір бәйбішем келеді деді. Бәйбішесіне барып, мен түсіндірдім. Не айтасың дейді бәйбішесі. Мен айттым, қазақша айтып жатсам, кешіресіз, орысша айт деді. Сосын орысша айтып түсіндірдім. Осылай асты қалай жүргізу керек, жалпы қазақ не үшін ас берген деп түсіндіріп жатсам, ой, господи, боже мой, извините, не надо, мам, ведущий, это же не той, деді да, мені жарайды дедім да, ана жерге барып отырып, тыңдайшы бұлар қалай өткізеді екен деп қарасам, бір кезде кішкентай 20 жасар бала молдасы келді да, Құран оқылды. Сөйтті де әумин деп бет сипады, мен қарап отырмын. Сосын барлығы ас келді, асқа бата сұраған жоқ. Асты 500 адам отырып тамақ жеді, діміне сақыр-сұқыр, қарап отырып не істейді екен деп. Сөйтсем, жаңағы жерде кейін бір сағат тамақ жеп болды да, ана кісі, жаңа бәйбішесі, вот, я маму потеряла деп орысша сөйледі. Пусть земля будет пухом, господи, боже мой, царство небесный деп, бір орыс жоқ жерде орысша айтты. Ойбай-ау, сосын кейін сол жердегі администратор дейді ғой, сол мейрамхананың есінен сұрасам, осынша 500 адамға 15.500 дей ма ақша кетіпті. Жалпы кете берсін, енді менің шаруам жоқ, оның неше ақша кететін. Жалпы соңғы уақыттарда осылай мені шақырады, мен барсам, күйеуі жаңағы шақырғанмен әйелі қарсы болса, өйткені әйелінен артық ауыз сөз айта алмайтын болып қалды. Өкінішке қарай бүкіл тізгінді ақшаны әйелдер ұстайды қазіргі таңда. Енді жалпы қазақ не үшін ас береді? Осыншама 15.500 ақша далаға шашылғанмен бірдей. Жалпы келген жамағат не істеу керек дегенді бүгінгі қазақ мүлдем хабары жоқ. Сонша ақшаны далаға шығып шашып бергенмен бірдей. Жалпы қазақ болғалы, әлімсақта мұсылман болғаннан кейін шариғатпен біте қайнасып ата бабам салып кеткен сара жолы. Бұл Құранда жоқ. Араб бұны түсінбейді ас беруді. Түрік түсінбейді. Әзірбайжан, өзбек, қырғыз, тәжік, түркмен бұндай асты тек қазақ қана береді. Ол қазақ не үшін берген деген сұрақтарға келетін болсақ, ғасырлар бойы ата бабаларымыз мына дүниеден озған жаназа намазынан кейін жамағатты жинап, ол кездерде мейрамхана жоқ қой, киіз үйлерге кіргізіп, дастархан қазан көтеріп, ондағы алыс жақыннан алыстан келген қонақтарға, ағайынның арасында келген жамағат сол дүниеден озған адам туралы жаңағы жақсы пікірлер айтып, ұрпақтарына айналайын аман болсын ұрпағы, адам ұрпағымен мың жасайды, қайғыны бөлсең азаяды, қуанышты бөлсең көбейеді деген сөздер алған, тас түскен жеріне ауыр айналайын деп құшақтап бір-біріне бауырмалдыққа, сүйіспеншілікке, бірлік ынтымаққа үндеген қазақ. Кеп көңіл айтқанның мен мыңын түрін білем. Қалай көңіл айту керек? Қабырғасы қайысып, сан сүйегі сырқырап, өкпе бару елжіреп, жүрегі қан жылап тұрған адамдарды бұл жұбату болып табылады. Қазақ сөйткен, ал бекерден бекер сонша ақшаны далаға шашып, олай болмайды, кешіресіздер. Оған келгендегі мақсат асты қазақ не үшін берген? Білмесеңіз, біз сияқты білетін адамдардан сұрап алыңыздар. Мына қазақ келгендегі мақсат біздің қазақтың кең байтақ даласында сан ғасырлар бойы қара қылды қақ жарған отауызды орақ тілді бабалардың ізімен нысананың онырып майдан қыл суырғандай жеткізген ата бабаларымыздың әрбір сөзінен біз өсиет өнеге алғанымыз абзал. Өйткені өзі 6 түрлі болады. Ата әжесі туралы, сосын әке шеше, сосын ұл қыз. Дүниеден озып жатқанда атасы қайтыс болса тек ата туралы айтамыз, әже қайтыс болса әже туралы, әке болса әке туралы, шешесі қайтыс болса шеше туралы, сосын ұлы туралы, қызы туралы. Осы 6 түрлі жаназа шығару болады. Оның әр өзінің жөн жоралғысы болады деген секілді. Айналайындар-ау, осыны білмесеңдер сұрап алыңдар. Біз сияқты міне телефондарымыз қалдырамыз, сұрап алыңыздар. Ол ұят болады. Ол құр әшейін тамақ жеуге келмейді. Қазір Құдайға шүкір бәрінің үйінде тамақ бар. Енді мен мысал келтіріп кетейін. Артында қалған ұрпақтарына өсиет өнеге айтқан абзал. Сол дүниеден озған адам туралы жақсы игі істерін, жақсылықтарын, осындай жылдары осындай жасап еді, осындай жақсы адамнан дүниеге келіп едің, осы екі жақсы адамның ұрпағы едің сен, айналайын. Әкең жақсы адам еді деген бір ауыз сөздің өзі оның қабырғасы қайысып отқан ұрпағының су сепкендей басады көңілін. Өйткені адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады дейді. Адамның көңілі гүл екен, өзіңе жеңіл болғанмен біреуге ауыр зіл екен демекші.
қазақтың кең байтақ даласында абыздың неше түрлісі біткен. Басы анау Қорқыт баба, Асан қайғы, үмбетей жырау, сыпа жырау, бұқар жырау, балқы базар, Тұрмаханбет, Үстелеу, Қарасақал, Ерімбет, кешегі Сүйінбай, Аронұлы, Ойпырмай, Төлебек, Қазбек, Айтекелердің басу айту деген өз алдына бір мәдениет, қазақтың өзін салып кеткен тек қазаққа тән асыл қасиеттердің бір әрі бірегейі. Сондықтан айналайындар-ау, сонша мейрамханаға ақшаны далаға шаша бергенше жөн жоралғысын айтып кетейін, қазақ не үшін ас берген. Мысалы, мынау 1815 жылы Алматы облысында Жамбыл ауданында дүниеге келген Сүйінбай Аронұлының кеп басу айтқанын айтып берейін сіздерге. Кезінде Тезек деген төре болған. Кенесарының басы 1847 жылы алынғаннан кейін мына қырғыздар өзін қанға телеп, өте 10 мыңнан жылқысы болған, одан басқа ұсақ малдары, сиыр, жылқы, мыңыраған есеп жоқ болған төре болған бір Тезек деген. Сол Тезек 20-ға келіп үйленіп, бәйбішесінен 3 қыз туылады. Сосын 40-қа келгеннен кейін тоқал алып, тоқалдан да 3 қыз болады. 50-ге келген кезінде тоқалы бір ұл туып береді, соның атын Елубай деп қояды. Сол Елубай күндердің бір күнінде 17-ге келген шағында Тезек 67-ге келген. Сөйтіп ойнап жүрген бір күні бір жылқыға отырып, сол жылқы асау болып шығады да, шауып баратқан кезде ол секіріп баланы Елубайды аттан түсірген кезде Елубай баспен құлап, жұлыны үзіліп, сол жерде мерт болады. Оны естіген Тезек қабырғасы қайысып, жылқыны бауыздап сойып тастап, сөйтіп жаназада шығарғаннан кейін төсек тартып өкіріп жылап, 3 күн бойы төсектен тұрмай қалыпты. Сол кезде не істейміз деп жұрт абдырап, Сүйінбай Аронұлы 80-ге келген шағында 1895 жылдар болса керек, домбыраны күмбір қағып Сүйінбай Аронұлы келіп былай жұбатқан екен. Қан Тезек, көтері бере басың денді, балаңа көңіл айта қалқын келді, қазақ сенің балаңды өлтірген жоқ, жауапсыз қалдыратын қалың елді, қасыңа елің келсе бұлдаймын деп, жауапсыз жатып апсың тұрмаймын деп, балаңды берген Құдай өзі алды, жатырмысың Құдайды ұрмаймын деп. Қан Тезек, төре Тезек, патша Тезек, жан бар ма өлмейтұғын темір өзек, төсектен сал болғандай жатып апсың, балаң түгел өзіңе келер кезек, балаң түгел Тезек, қан Тезек өзіңді алар, аузындағы сайраған сөзіңді алар, Құдай сенің қорқатын қазақ емес, сүйретіп өзіңді де көрге салар, өлмесе ата-бабаң қайда кетті, күшті болсаң Құдайдан алшыға бар, иманы жолдас болсын балаң өлсе, кім тоқтайды адамға нәубет келсе, ұлы жүздің төресі Тезек едің, алып қалсаң болмай ма шаман келсе деген екен. Сол кезде барып Тезек орнынан тұрып, айқара құшағын ашып, Сүйінбай ата аға деп, осыдан кейін барып жамағатқа қазан көтеріп қарсы алған екен дейді ұзын құлақтан естігеніміз. Сол секілді мынау Ақтөбе өңірінде бір Байсары деген бай өткен, баяғы сол 1899 жылдар болса керек. Сол кезде Әбубәкір кердерін шақырып, қабырғасы қайысып, төсектен өкіріп жылап, әке-шешесінен бір күнде айырылған, бала-шағасынан айырылған Байсары деген бай тұрмай қалған кезде Әбубәкір кердерге былай деп ол кісіні жұбатқан екен. Қайда бар құламайтын құрыш қамал, сұмажал кім-кімге де құрық салар, қорқыттай 40 жыл өлімнен қашсаң дағы, пендесін бірінен соң бірін алар. Бұл дүниеде ел билеген көсемдеткен, сайраған бұлбұл құстай шешендеткен, мәпелеп шаранадан адам қылған, аяулы әкеңменен шешеңдеткен. Бұл дүниеге кімдер келіп кім кетпеген, бәрінде алар ажал кеппен. Қан қара, батыр палуан, ақын шешен, осылардың бәрі де дүниеден еткен. Өлмесе олар қайда кеткен, дүниеде ешбір адам қалынбайды, жаның жарлы байқылар малың қайғы, ақылы бар ерлердің бір нышаны, кеткенге дүниесі тарынбайды. Өлім болса басыңда, сөз емес ол бағың тайды, Құдайдың жоқ ешкімге қошеметі, байға да, патшаға да жалынбайды. Ажалдан құтылмайсың қашсаң дағы, әкеңнен арыстаннан ассаң дағы. Алладан шынменен жарлық келсе,
жұлдызда жерге түсер аспандағы. Сабырлы бол байсары, сабырлы бол, сабыр сақтар мұратқа, өз-өзіңді отқа құлатпа. Қайғың жетер, көңіліңді көтер, көппен көріс, қайғыңды бөліс деген екен. Сол кезде барып байсары орнынан тұрып, ей Әубәкір бауырым, келдің ба деп айқара құшағын ашқан екен дейді. Міне бабалар бір-біріне деген сүйіспеншілігі, қайғыдан қан жұтып жатса да бір-біріне деген тілеулес болуы, бір-біріне деген құшақ жая қарсы алып, бірлік ынтымақты ту еткен қазақ халқы осылай бір-біріне басу айтқан, жоқтаған. Дүниеден кім өтпейді, бәрі шайтан емес, мәңгі ешкім жүре бермейді. Сондықтан қайғы мен қуаныш қабаттасып келетін бесенеден белгілі. Сондықтан бұл бет алды ақшаны далаға шаша бергенше қайғылы қазаны ақтық сапарға дұрыстап адам сияқты шығарып салу керек. Оның жөн жоралғысы болады. Қазақ бет алды тамақ жеуге келмейді ғой. Бүгінгі таңда қарап отырып, не жыларыңды не күлеріңді білмейсің. Асқа тек қана өткізіп жатсаң, біреулер күбірін сөйлей береді, я іржалаңдап күледі, өзінің қай жерде отырғанын білмейді. Өкінішке қарай әйел кісілер пакетті пышырлата береді. Олай болмайды. Айналайын, жан-жағыңа қара. Мешітте я мейрамханада сен біреудің қаралы қазасына қайғыдан қан жұтып отқан ұрпағының арасында отсың. Сондықтан өзіңді дұрыстап сақтап, ер азаматтар бастарыңызға мен сияқты мынандай тақия киіппеңдер. Әйел кісілер орамал тағып, кәдімгідей мұсылман, бүкіл бізден де басқа ұлт пен ұлыс бар. Мына өзбектің жаназасына, қырғыздың, тәжіктің, әзірбайжанның, қырғыздың жаназаларына барасың, бүкіл еркек біткен тақия киеді. Біздің қазақ тақия кимейді. Не қазақ емес, не орыс емес, не христиан емес, не мұсылман емес, кім екенін түсінбейсің. Айналайындар, жаназа намазға барғанда жуып, дәретіңді алып тап-таза болып бару керек. Ол көптеген сауапқа кенелесіздер. Сондықтан өзің қазақ оның жаназа намазға, немесе қырқына барған кезде өзінің тәртібі болады. Соны қарапайым үлкен кісілердің өзі мүлдем мақұрым, хабары жоқ, білмейді. Барған кезде 60-ты алқымдаған, 70-тен асқан, 80-ге келген аталар бата білмейді. Бата жаттап алыңыздар, ұят болады. Өзіңіз сол жасыңызға сай әңгіме айтыңыз. Артынан ерген біз секілді ер азаматтарға үлгі көрсетіңіз. Ұят болады, іржалаңдап күлмеңіз біреудің қаралы қазасына барып. Сондықтан лайк басыңыз, пікір жазыңыз салиқалы, сауатты тілде. Сіздермен болған Жұмамұрат Кеңесұлы, шау, саламат болыңыздар.